Терминологияның зерттелуі. Зерттеуші ғалымдар пікіріне тоқталып өтетін боламыз. Орындаған Алданезова Гүлжайна Қоңыратбайқызы, МК 651 тобынан. Жоспар. Термин дегеніміз не? Ахмет Байтұрсынұлы қазақ терминологиясының жол салушысы. Шет елдік зерттеуші ғалымдардың терминологияға қатысты ойлары. Қорытынды. Термин. Латын тілінен алынған сөз. Бастапқы мәні шекаралық белгі, шекара, шек ұғымдарын білдірген. Бұл күнде осы сөз арқылы ғылым мен техника, саясат, дипломатия салаларындағы ұғымдардың атауы болып табылатын сөздердің жиынтығы деген мағынаға ие болған. Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, ағартушы ғалым ретінде бізге танымал адам. Қазақ терминологиясының әрі жол салушысы, әрі негізін қалаушысы болып танылады. Ахмет Байтұрсынұлы жалпы терминологияға, яғни ұғымдар жүйесіне, терминдер номенклатурасына, яғни нақты ғылым саласына арнап терминдер жасаған, семасиологиялық таңбалар ретінде қалыптастырған. Сонымен қатар, Ахмет Байтұрсынұлы тіл туралы сол тілде тілдесім жасау, ғылыми ізденістер жасау деп атап көрсеткен. Байтұрсынұлы еңбектерінің тілтанымдық мұрасы, қазіргі қазақ тіл білімінің негізі. Ғалымның терминологиялық мұрасын зерттеушілер концептуалдық жақтан терминнің шығу тегін, жасалу жолын, қолданыстағы ерекшеліктерін әңгімелейді. Ахмет Байтұрсынұлының зерттеулері тілтанымдық табиғаты, тілдік тілдесім негізін, қорын құрайтын құнды ғылыми еңбектер. Оның әлі де зерделенер тұстары көп деуге болады. Ахмет Байтұрсынұлы терминнің негізгі екі түрлі жолмен жасалатынын жақсы игерген. Термин ұғымды атайтын сөзден жасалады. Термин затты атайтын сөзден жасалады деп екі түрлі жолын көрсеткен. Жасаған терминдері тіл, әдебиет әдістеме ғалымдарына арналған соң, олар ұғымның аты негізінде жасалған. Ахмет Байтұрсынұлының терминологиялық мұрасында термин жасамның осы екі негізгі жолы бірін-бірі қиып өтпеген, яғни Ахмет Байтұрсынұлы термин жасағанда ең алдымен қазақ халқының жалпылама, абстракциялық ойлау қабілетінің мүмкіншіліктерін пайдаланған. Себебі қазақ пәлсапасында, қазақ менталитетінде жалпылама ұғымдық категория басым. Белгілі тіл маманы Александр Реформатский термин мен терминология ұғымын теориялық мәнін ашуға тырысады. Ол термин, ұғым, сөз түсініктерінің өзара байланысы жөніндегі пікірлерді салыстыра келіп, екі бағытқа тоқталады, яғни терминді белгілі бір затпен байланысты қарайтындар біріншісі болып саналса, екіншісі терминді ұғыммен байланысты қарайтындар. Реформатскийдің байқауынша, терминді ұғыммен байланысты қарайтындардың бағытының кең етек алып, дамып келе жатқандығын, яғни оның ғылымда анығырақ байқалатындығын көруге болады. Осы кезге дейінгі термин мен терминологияға берілген анықтамалардың кемшілігін атап көрсетеді. Реформатский терминнің басты белгілеріне тоқталады. Термин емес сөздердің мағынасы контекстте ашылу керек те, ол термин сөздер контекстке тәуелді емес. Термин сөздерге көп мағыналы экспрессия жат дейді. Реформатский терминнің екі жүйе ретінде қарастырады. Терминологиялық жүйенің элементтерінде жалпы тіл жүйесінің элементі есебінде қарастырады. Қазақ терминологиясының күрделі де ауқымды ғылыми теориялық мәселелері бойынша академик Өмірзақ Айтбайұлының қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы, қазақ сөзі. Сонымен қатар Қалиевтің қазақ тіліндегі өсімдік атаулары, Шерубай Құрманбайұлының қазақ лексикасының терминденуі, Шерәлі Біләлдің ұлттық ғылым тілін қалыптастырудың өзекті мәселелері, Спандияр Ақаевтың терминнің танымдық табиғаты атты монографиялық еңбектер қазіргі қазақ терминологиясына елеулі үлес қосқан маңызды зерттеулер болып саналады. Өмірзақ Айтбайұлы алдарыңызда көріп тұрғандай, термин жасамдағы сөздіктердің маңызы жөнінде академик Өмірзақ Айтбайұлы термин жасап, оны қолданысқа ендірудің бірден бір дұрыс жолы сөздіктер түзу болмақ. Түзілген сөздік бір жағынан сол өзі қамтып отырған объектінің дамуын, яғни ғылым саласының дамыған қаншалықты көрсетсе,
екінші жағынан терминологиялық лексиканың нормалана түсуіне, әдеби тіл деңгейінің де қалыптаса бастауына септігін тигізеді деп нақтылай түседі. Шерубай Құрманбайұлы. Алдарыңызда тұрғандай, Шерубай Құрманбайұлы. Қазақ лексикасының терминденуі көптеген факторларға сәйкес кезеңдестіріледі. Төменде қазақ лексикасының терминденуі 4 кезеңге бөлініп қарастырылады деп көрсетеді. Олар 19 ғасырдың екінші жартысынан 20 ғасырдың 10 жылдарына дейінгі бірінші кезең, 1910 жылдан 1930 жылға дейінгі екінші кезең, 1930 жылдар мен 1990 жылдарға дейінгі аралықты қамтитын үшінші кезең және 1990 жылдан бергі төртінші кезең. Қорытындылай келе, қазіргі кезеңде термин жасамда ұлт тілінің ішкі байлығын сарқа пайдалануға барынша мән беріліп отырғандығы баршамызға белгілі. Қазіргі қазақ тілінің терминологиясы өзінің даму тарихында бірнеше кезеңдерден өтті. Қазақ терминологиялық жүйесі дамуының қазіргі кезеңінде күрделі сипаттамалы терминдер қатары молая түсуде. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.